от бірінші сынып алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Бұл бізде анықталмаған интегралды табу формулалары. Номері бірде бірінші есеп. Бірінші бізде 3х деген функция берілген. Оның анықталмаған интегралын табу үшін біз x-тің дәрежесі 1 қойып, соған 1-ді қосамыз. Сонда 3х квадрат болады, және де сол квадратын бөліміне жазамыз, сонда 2 болады. 3х квадрат бөлінген 2 плюс с болады. Келесі екіншісінде де солай. 4х куб 3-ті бөліміне жазамыз, қосылған х квадрат 2-ді бөліміне жазамыз, минус 2, бұнда х болады, плюс с. Келесі үшіншісі f от x-те x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4-ті бөліміне көбейтіп жазамыз, сонда 3-ті 4-ке көбейтеміз, 12 болады, қосамыз x қосу с, x-тің 4 дәрежесі бөлінген 12 қосу x қосу с. Келесі төртіншісі 1 бөлінген x квадрат деген бізде функция берілген. X квадратты біз жоғары көтерсек, x-тің минус 2 дәрежесі болады да, оған қоссақ 1-ді минус 1 дәрежесі болады. Сонда минус 1 бөлінген x қосылған с болады. Келесі бірде екінші есеп. f от x тең 2 синус x. Мұның бізде анықталмаған интегралы минус 2 косинус x қосу с болады. Бұда қайта туындалсақ, бізде 2 синус x шығады. Келесі бізде екіншісі 5 косинус x деген функция берілген. Оның анықталмаған интегралы 5 синус x қосу с болады екен. Келесі үшіншісі fx тең 3 косинус x минус 4 синус x екен. Ол бізде 3 синус x қосылған 4 косинус x қосу с болады. Келесі төртіншісі 5 синус x қосылған 2 косинус x. Мұнда минус 5 косинус x қосу 2 синус x қосу с болады. Келесі бесіншісі x-тің квадраты қосылған 3 түбір асты x болады. X-тің 3 дәрежесі бөлінген 3 бөліміне түседі. Қосамыз. 3 деймізде x-тің минус 2-де 1 дәрежесі етіп жазамыз. Одан 1-ді азайтсақ бізде 2-де 1 болады. Бөліміне де сол 2-де 1-ді жазамыз. Сонда тең болады. X куб бөлінген 3 қосу 6x-тің 2-де 1 дәрежесі. Ол дегеніміз тең болады. 3-те 1 көбейтілген x куб қосу 6 түбір асты x болады. Келесі бізде алтыншысы f от x тең x куб минус 4 бөлінген түбір асты x деген функция берілген. Оның анықталмаған интегралы fx тең x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 минус, мұнда да түбір асты x-ті 4-тің жанына әкелсек, бізде x минус 2-де 1 дәрежесі болады. Минус 4 көбейтілген x-тің, одан біз 1-ді қоссақ 2-де 1 дәреже болады. Ол 0,5, бөліміне де 0,5-ті жазамыз. 4x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4. Сегіз түбір асты x қосу с болады. Келесі жетіншісі анықталмаған интегралы тең болады. Минус косинус x минус косинус 3x плюс пи бөлінген 3 болады. 3x плюс пи бөлінген 3-ті туындалып, оны бөліміне жазамыз, ол 3 болады. Қосамыз с-ді. Келесі 8-де синус 2x плюс пи бөлінген 6 бөлімінде туындалып, оны жазамыз, ол 2 болады. Қосу с. Келесі бізде бірде үшінші есеп анықталмаған интегралды табу қажет. Бізде анықталмаған интеграл бен алғашқы функцияны табу екеуі бір нәрсе, екеуі бір ұғым. Сонда бұнда 3
fx тек 3x'тің 6 дәрежесі бөлінген 6 болады. Қосу 7-ні 2-ге бөліп алып мен 3,5 дедім. X-тің 2-де 1 дәрежесі бөлінген 0,5. Қосу с. Мұнда тең болады. 3 пен 6 қысқарады да, x-тің 6 дәрежесі бөлінген 2 қосу 3,5. 7,5-ге бөлсек бізде 7 болады. 0,5-ге бөлсек 7 болады. Түбірасты x қосу с. Келесі екіншісі fx тең болады 3 синус 5x бөлінген 5 минус x-тің минус 1 дәрежесі бөлінген минус 1 болады. Қосу с. Бұда 5-тен 3 көбейтілген синус 5x қосу 1 бөлінген x қосу с болады. Келесі үшіншісі fx тең болады минус 8 косинус x азайту минус 2 катангенс 2x бөлінген 2 қосу с болады. Сонда минус 8 косинус x қосу катангенс 2x болады. Катангенс 2x қосу с болады екен. Келесі төртіншісі 2 синус 3x-тің бізде алғашқы функциясы минус 2 косинус 3x бөлінген 3 болады. Минус 5x-тің 7 дәрежесіндегі минус 5x-тің 8 дәрежесі бөлінген 8 қосу 3x қосу с болады. Келесі бесіншісі 3 бөлінген x-тің 7 дәрежесі деп отқанымыз 3 бөлінген x-тің 6 дәрежесі бөлінген минус 6 болады. Минус 7 тангенс x қосу с болады. Тең минус 2-де 1 көбейтілген x-тің минус 6 дәрежесі. Минус тангенс x қосу с. Әрі қарай тағы да жазсақ. Минус 1 бөлінген 2x-тің 6 дәрежесі азайту. Минус 7 тангенс x қосу 8 қосу с. Алтыншысы fx тең 7x қосу 5 катангенс x плюс с болады. Келесі бізде 1/4 есеп. Мұнда y тең f(x) функциясы үшін графигі координаталар басы арқылы өтетін алғашқы функцияны жазыңыздар деген. Ол деп отырғанымыз x-іміз 0, y-іміз 0 нүктесі арқылы өту қажет. Яғни 0-де 0 деген нүктені аламыз. Сөйте бізде бұнда бірінші алғашқы функцияны тауып аламыз. Біріншісінің алғашқы функциясы тең болады x куб бөлінген 3 қосу 2x 4x квадрат бөлінген 2 қосу 3x қосу с болады. Енді 0 x куб бөлінген 3 қосу 2x квадрат плюс 3x плюс с деп аламыз. Одан кейін 0 тең деймізде x-тің орнына 0-дерді қойып шығамыз. Сонда с тең болады екен бізде 0-ге. Енді с-ның орнына 0-ді қойып біз алғашқы функцияны жазатын боламыз. fx тең x куб бөлінген 3 қосу 2x квадрат қосу 3x квадрат қосу 0. 0-ді жазбай қойға болады. Келесі екіншісі мұна жақшаны ашып жазып алса, бете x квадрат қосу 2x минус 3 болады. Енді осыдан мен алғашқы функцияны табамын. Сонда ол алғашқы функциямыз fx тең x куб бөлінген 3 қосу 2x квадрат бөлінген 2 минус 3x
плюс с. Нөл тең. Мұнда да x-тік орда нөлдерді қойып шығамыз. Сонда с бұнда да нөлге тең болады екен. fx тең x бөлінген 3, x куб бөлінген 3 қосу x квадрат минус 3x 0 болады. Келесі бізде үшіншісі. Алғашқы функцияны тапсақ, x-тің 4 дәрежесі fx тең болады x-тің 4 дәрежесі бөлінген 12-ге минус косинус x плюс пи бөлінген 3 болады. X куб бөлінген 9 қосу минус косинус x плюс пи бөлінген 3 қосу с. Мұнда нөлге тегестіреміз. Сонда нөл тең нөл азайту косинус пи бөлінген 3. Косинус пи бөлінген 3-тегі бәрі 2-де 1-ге тең. Сонда бізде с тең болады 2-ден 1-ге. Функцияның орындарына қойып жазсақ, fx тең болады x-тің 3 дәрежесі бөлінген 9 азайту косинус x плюс пи бөлінген 3 қосу 2-ден 1. Келесі төртіншісі. fx тең болады минус x-тің 4 дәрежесі бөлінген 2 көбейту 4, яғни 8 қосу синус x минус пи бөлінген 6 қосу с. Нөл тең нөл қосу синус минус пи бөлінген 6 болады. Синустың пи бөлінген 6-дағы мәні бізде 2-ден 1-ге тең, 6-да минусы бар. Сонымен бұндағы с-ның мәні бізде тағы да 2-ден 1-ге тең болады екен. Функцияны жазамыз. Алғашқы функцияны fx тең минус x-тің 4 дәрежесі бөлінген 8 қосу синус x минус пи бөлінген 6 қосу 2-ден 1. Келесі бізде 1/5 есеп. Мұнда m, a және v нүктелері арқылы өтетін fx алғашқы функциясы табыңдар және f от x функциясы графигін салыңдар дейді. Бірінші біз алғашқы функциясын табамыз. Біріншісінде ол дегеніміз x квадрат, fx тең x квадрат бөлінген 2 болады. Және қосу x қосу с. Мұнда бізде y-іміз 3-ке тең деп тұр. 3 тең дейміз. X-тің орнына минус 2-ді қоямыз. Минус 2-дің квадраты бөлінген 2 қосу минус 2 қосу с. Мұнда с тең болады екен 3-ке. Демек бізде функциямыз fx тең x квадрат бөлінген 2 қосу x қосу 3 болады. Келесі екіншісі. fx тең болады 4x 4x қосу x квадрат бөлінген 2 қосу с. Мұнда да y 3-ке тең, 3 тең, 4-ті көбейтеміз минус 2-ге, қосамыз 4 бөлінген 2-ге, қосамыз с-ға. Мұнда с тең болады 9-ға. fx тең 4x қосу x квадрат бөлінген 2 қосу 9. Үшіншісі. fx тең алғашқы функциясы минус косинус x плюс с болады. Бір тең деп аламыз. Минус косинус пи бөлінген 2 қосу с. Бұнда с тең болады 1-ге.
функцияда жазсақ fx тең минус косинус x қосу 1. Келесі төртіншісі косинус x синус, бұда алғашқы функциясы синус x қосу с болады. Минус 1 тең синус пи қосу с. Мұнда с тең болады минус 1-ге. fx тең синус x минус 1-ге. Келесі 1/6 есеп. Бұл да сол секілді шығады. Бірінші анықталмаған интегралды тауып аламыз. fx тең x-тің минус 2 дәрежесідікі. fx тең x-тің минус 1 дәрежесі бөлінген минус 1 қосу с болады. Бұл тең болады минус 1 бөлінген x қосу с-ға. Минус 1 тең минус 1 бөлінген 1 қосу с. Мұнда с тең болады екен 0-ге. fx тең минус 1 бөлінген x қосу 0 тең болады минус 1 бөлінген x-ге. Келесі екіншісі fx тең x-тің минус 3 дәрежесіне тең. fx тең x-тің минус 3-ке 1-ді қоссақ бізде минус 2 болады. Бөліміне де минус 2 жазамыз, қосамыз с-ға. 0 тең орындарына қойып жазсақ минус 1 бөлінген 2 көбейту 1 қосу с. Мұнда с тең болады екен 2-ден 1-ге. fx тең екі көбейту 1 қосу с тең болады 2-ден 1-ге. fx тең минус 1 бөлінген x квадрат қосу 2-ден 1-ге. Келесі үшіншісі fx тең 2x минус тангенс x плюс с болады. Пи бөлінген 2 тең пи бөлінген 2 минус тангенс пи бөлінген 4 қосу с. Мұнда с бізде тең болады 1-ге. fx тең 2x минус тангенс x плюс 1-ге. Келесі төртіншісі fx тең 2 бөлінген синус квадрат x плюс 1-ге. Бұдың алғашқы функциясы минус 2 котангенс x плюс с-ға тең болады. Y бізде пи бөлінген 2-ге тең екен. Пи бөлінген 2 тең минус 2 көбейтілген котангенс пи бөлінген 4 плюс пи бөлінген 4 қосу с. Мұнда бізде y пи бөлінген 4-ге тең. Пи бөлінген 4 тең минус 2 көбейтілген котангенс пи бөлінген 4 қосу пи бөлінген 4 қосу с. Мұнда с тең болады. С 2-ге тең болады. Сонымен fx тең болады минус 2 котангенс x қосу 2-ге. Келесі 1/7 есеп. Мұнда функциялар бір-біріне тең бе, соны дәлелдеу қажет. Біріншісінің алғашқы функциясын тапсақ, бізде 3x-тің 3 дәрежесі бөлінген 3 азайту минус 3 косинус x болады. 3 пен 3 қысқаратта x куб минус 3 косинус x болады. Бірінші есеп бізде тең екен. Келесі екіншісі алғашқы функциясын тапсақ, x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 қосу 4 синус x тең болады 5-тен 1, яғни 0,2 x-тің 5 дәрежесі қосу 4 синус x. Бұл да тең екен.